Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі тоқаш, яғни ватрушки дайындайтын боламыз. Бірінші апара дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға дрожжімізді салып, оның үстіне тұз, одан кейін қантты салып, алдын ала електен өткізілген ұнымыздан 4 ас қасық салып, құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз ыстық болмауы керек. Барлығын жақсылап осылай қасықпен араластырамыз, немесе венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Енді бетін салафанмен жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Апара дайын болғаннан кейін осылай жақсылап бір жұмыртқаны венчиктің көмегімен шайқап аламыз. Жұмыртқаны құйып, оның үстіне 2 ас қасық шемішкенің майын құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне осы апарамызды салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін екінші бөлігінде құйып, кішкене қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды қолымызбен 5-6 минут жақсылап тұрып илейтін боламыз. Тым қатты қылып илеп жібермеңіздер. Қамыр жұмсақ болуы тиіс, ортасында түйіршіктер қалмауы керек. Бес 6 минут иленген қамыр қолға жабыспайтын, жақсы болып шығуы керек. Содан кейін сұйық маймен жағатын боламыз. Енді бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творогты осылай вилканың көмегімен жақсылап езіп алыңыздар. Егер сіздерде түйіршік көп болса, онда ситадан немесе блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Үстіне 3 ас қасық қант, 2 ас қасық қаймақ, одан кейін жұмыртқаның сары-уызын салып, сосын ванильді қантты салып, жақсылап тұрып езіп аламыз. Сіздер қалауларыңызша қаймақ қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ қосқан кезде өте дәмді болып шығады. Осымен салмамызды дайындап алдық. Енді көтерілген қамырдан тоқаштар дайындап аламыз. Үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. 2-ге бөлінген қамырды осы видеода көрсетілгендей дайындап алыңыздар. Қамырды теңдей етіп 6 бөлікке бөлуіміз керек. Бөлінген қамырдан кішкене күлшелер дайындап алуымыз керек. Табағымызға пергамент қағазын төсеп, осы тоқаштарымызды қойып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамыр осы уақытта көтеріледі. Енді стаканымызды ұнға малып, осылай салмасы салынатындай бортиктар дайындайтын боламыз. Әр тоқаштың үстіне шамамен 1 ас қасықтай салма салынатын болады. Енді жұмыртқа мен сүтті жақсылап араластырып, осы тоқаштың жан-жағына жақсылап жағатын боламыз. Сонда ватрушкилер қызарып, әдемі болып пісетін болады. Енді осылай үстіне кішкенеден жағып аламыз. Сонда піскенде қызарып, корочка болып, әдемі болып шығады. Духовканы алдын ала 180-190 градуста қыздырып алып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің ватрушкилер дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Жібек.